Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, каналыма қош келдіңіздер. Егер сіз печенье мен шай ішкенді қатты жақсы көретін болсаңыз, онда осы видео сізге арналған. Бүгін біз бір қамырдан 3 түрлі керемет дәмді болып шығатын печеньені сіздермен бірге жасаймыз. Қарасаңыздаршы, печеньелеріңіз осындай керемет болып шығады. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ 170 грамм сары майымызды әкеліп саламыз. Сосын осы сары майымызға 215 грамм шекерімізді қосамыз да миксердің көмегімен жақсылап тұрып майымыз ағарғанша миксерлаймыз. Бұл жерде шамамен 2-3 минуттай тоқтатпай миксерласаңыздар жеткілікті. Мінекей, сіздердің майларыңыз осылай ағару қажет. Сосын бір жұмыртқамызды қосамыз да тағы да шамамен 1 минуттай тоқтатпай араластырамыз. Достар, осы 3 түрлі печеньенің толық рецептін құрамын сіздер видеоның астындағы описаниядан таба аласыздар. Осы видеоны жақындарыңызға жіберіңіздер, жақындарыңызда осы керемет болып шығатын печеньені жасап көрсін. Келесі кезекте ұнның кезегі. Осы печеньенің құрамына мен барлығы 300 грамм ұн қостым. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Бірінші бөлігін қосып болған соң жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз да лопатканың көмегімен араластырамыз. Сосын осылай араластырып болған соң ұнымыздың екінші жартысын қосамыз. Мен осы печеньенің қамырын жасап жатқан кезде ұнды 3 бөлікке бөліп барып қосамын, және де әр бөлігін ұнды міндетті түрде електен өткіземін. Мына шетте мен ұнның ең соңғы бөлігін қосып жатырмын. Негізі печеньенің қамыры жұмсақ, қолға жабыспайтын болу керек. Осындай қолға жабыспайтын болу үшін менде 300 грамм ұн кетті. Сіздер өздеріңіздің ұндарыңызға қарай қамырларыңызға ұнды қосыңыздар. Сіздерде 300-ден көбірек грамм ұн кетуі мүмкін. Жұмсақ қамыр болу үшін, сол үшін де ұндарыңызды 2-3 бөлікке бөліп барып қосыңыздар. Келесі кезекте қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Бұл жердегі бір қамырдың граммы 250 граммнан шықты. Енді бір қамырымызға майдалап туралған шоколад қосамыз. Менде бұл жерде 50 грамм Қазақстан шоколады. Осы шоколадты майдалап турап қамырымызға қосып, жақсылап тұрып лопатканың көмегімен араластырамыз. Қараңыздар, бізде осындай шоколад қосылған қамыр шықты. Қамырымыздың екінші бөлігіне какао ұнтағын қосамыз. Егер сіздердің какаоларыңыздың сапасы жоғары болатын болса, онда бір ас қасық қоссаңыздар жеткілікті. Бір ас қасық қосып араластырып көріңіздер. Қамырларыңыз мына видеодағыдай қап-қара осындай шоколадты болмаса, онда тағы да бір ас қасық какао ұнтағын қосыңыздар да жақсылап тұрып араластырыңыздар. Сіздерде какао қосылған қамыр дайын болады. Осылай какао қосқан соң қамырымыз кішкене қатты болып қалады. Келесі кезекте қамырларымызды майда бөлшектерге бөлеміз. Осындай кішкентай домалақ қылып жасауымыз керек. Егер менің қамырымның пішіні әртүрлі болады деп уайымдасаңыздар, онда мына видеодағыдай осындай кішкентай қасықтың көмегімен қамырларыңызды алып, сосын құрт сияқты домалатып, противеньге пергамент қағаз төселген ыдыстарыңызға қойыңыздар. Достар, байқаған шығарсыздар, бізде бұл жерде 3 түрлі қамыр бар. Бірінші қамырға біз ештеңе қоспадық. Екінші қамырға шоколадты майдалап турадық. Үшінші қамырға какао ұнтағын қостық. Мінекей, бізде осындай 3 түрлі қамыр пайда болады. Қамырымыз біткенше осындай майда бөліктерге бөліп шығамыз. Ендігі кезекте бізге керегі бадам, немесе бадамның орнына басқа да жаңғақтарды қолдансаңыздар болады. Осы бадамды алып, ештеңе қоспаған қамырымыздың үстіне қойып шығамыз. Бадамның орнына грек жаңғағын, фундукты немесе фисташкиді қоссаңыздар болады. Келесіде шоколад қосылған қамырымызға осындай шоколадты майдалап турап аламыз да қамырымыздың бетіне қойып шығамыз. Мен бұл жерде шамамен 30-40 граммдай шоколадты қолдандым.
Бұл жерде Қазақстан шоколадты қолдандым мен. Қазақстанның орнына басқа да сүтті шоколадты қолдана берсеңіздер болады. Осы печеньеміздің бетін сәндеп жатқан кезде пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. 180 градуста қыздырып қоямыз. Сосын 20-25 минут аралығында пісіреміз. Мінекей достар, көптен күткен печеньеміз дайын болды. Мына печеньелер менде 20 минуттың ішінде пісіп шықты. Енді осы печеньемізді пештен шығарып, 10-15 минутқа суытып қоямыз. Қараңыздар, өте керемет көрініп тұр. Бұл печеньенің иісі бүкіл кухняның иісін алып жатыр. Достар, біз бұл жерде бір оқпен екі қоянды атқандай болдық, себебі бір қамырдан мынандай өте керемет дәмді болып шығатын 3 түрлі печеньені жасадық. Сіздер де осы печеньені міндетті түрде жасап көріңіздер. Печеньеміздің сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ, керемет болып шығады. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.